Ал достар, міне бізде бүгінгі туған күн иесі Рауза. Рауза, бүгін нешеге толып жатырсың? 4-ке толып жатыр. Бүгін қандай персонаж болып киіндің? Руми, да? Бізде бүгін Рауза Руми. Қазір біз Раузаны тортпен құттықтайтын боламыз. Раузаның күшті реакциясын көреміз, я? Ал біз достар, Раузаның туған күнін құттықтайын деп жатырмыз. Міне тортты Сара апасы ұстап жатыр. Жүр кеттік. Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің мен Рауза, туған күнің менен. Құтты болсын. Құшақта сүйе ғой, Сара. Құтты болсын. Кел, Рауза. Кел. Туған күнің құтты болсын. Туған күнің құтты болсын, Рауза. Рауза 4 жас. Болды. Әкелген түсіммен бай. Сәлем достар. Бүгін біз міне Раузаның туған күнін осындай игровойда жасап жатырмыз. Мына жерде міне Рауза осылай ойнап жатыр. Румидің киімін киіп алды. Мына жерде міне Сарада Руми Мираның футболкасы мен шалбарын киіп алды. Жаңа қыздардың шаштары болды, фиолетовый және розовый. Ол шашы ыңғайсыз болғасын, шашын шешіп тастадық. Енді осылай міне шаштарын шешіп, игровойда қыздар ойнап жатыр. Рауза бүгін міне 4 жасқа толып жатыр. Рауза, бергеші. Сен кімсің бүгін? Румисің, я? Бетіңде суретіңді көрсетші. Бетіңдегі. Міне осылай жаңа бетін бояп алдық. Сара қайда? Сара, кел. Сара, кел. Қазір Сараның бетін көрсетемін. Сара, бетіңді көрсетші. Бетіңді. Міне Сарада, міне мынандай рисунок бар. Қалай, ұнап жатыр ма? Давайте ойнап алыңдар бар. Шаштар ыңғайсыз болғасын, шаштарын шешіп тастадық. Енді осылай ойнап жүр міне. Ішінде бала көп екен. Міне қыздар осылай әлі игровойда ойнап жүр. Күшті, міне айналатын да тауыпты. Жаңа тамақтарымызды жеп алдық. Енді міне игровойда ойнап, әрі қарай туған күнді үйде жалғастыратын боламыз. Үйде де достары күтіп отыр. Қазір сол достарға барып, әрі қарай туған күнді жалғастырамыз. Не істеп жатырсың, Сара? Сол ғой, майын оқысап. Жаңа мына жерде отырдық. Тамақтар келіп, тамақтардың барлығын жеп болдық. Мына қыздар асығып ойнаймыз дегесін игровойға. Мына жердегі келген тамақтарымызды түсіріп, солай істеуге ешқандай бізде уақыт болмай қалды, да? Қыздар ойнауға асыққасын, біз еш нәрсені түсіріп үлгермей қалдық. Асығып тамақтарымызды жеп, ойын алаңына кетіп қалған жайымыз бар. Жүр, енді қайтайық үйге. Жүр. Рауза міне үйге кеткісі келмей, осылай бізде айналып ойнап жүр. Қазір үйге барып, тағы да ары қарай жалғастыратын боламыз. Үйде бізді достары күтіп отыр. Жаңа міне осы жерде отырдық. Міне бір жаңа тұрып кеткесін барлығын жинап тазалап қойыпты. Жүр, Рауза, кетеміз. Үйге кетеміз, да? Ал біз міне игровойдан шығып, мынандай супермаркетке келіп жатырмыз. Қазір үйдегі қыздармен бізді күтіп отырған көрші қыздар бар. Солармен
ойын ұйымдастырамыз. Міне супермаркет 12-ге дейін ашық. Міне біз түнгі 11:30-да супермаркетке келіп жатырмыз. Қазір міне үйдегі көрші екі қыз бізді күтіп отыр. Солармен бірге ары қарай туған күн жалғастырамыз. Сол үшін не супермаркеттен ойынға арналған заттар алу үшін не түнде осылай супермаркетке келіп жатырмыз. Ойынға не алуға болады, достар? Ой, ал достар, біз міне осындай заттарымызды алып үйге кетіп бара жатырмыз. Қазір үйде бізде көрші қыздар күтіп отыр. Солармен қазір кішігірім ойын ұйымдастыратын боламыз. Иә, сағат бізде почти түнгі 12 болып қалды. Ал біздің жүрісіміз осы. Шаштарымыз ауыр болады деп, мана игровойда шешіп тастадыңдар ғой шаштарыңды. Ал достар, біз игровойдан шығып үйге келдік. Міне мына жерде Сара мен Рауза өздерінің міне шаштарын тағып алды қайтадан. Үйге көрші қыздар қонаққа келді Раузаның туған күніне. Қазір біз Раузаның туған күнін ары қарай үйде жалғастыратын боламыз. Мына жерге кішігірім азғантай вкусняшкалар алып қойдық. Қазір ойын ойнатайын деп жатырмын қыздарға. Мына жерде бізде 4 қыз, ал 3 стульчик бар. Сонымен қазір музыканы қоям. Музыканы стопқа қойған кезде кім стульчикке отырады, сол ойында қалады. Солай стульчикті азайта береміз, сонымен адам саны азая беретін болады. Сонымен бізде бір чемпион шығады. Бір чемпионға бір подаркіден солай беріп отырамыз. Түсінікті ма? Қазір өлеңді қоям. Сосын стопқа қойған кезде стульчикке отырып алуларыңыз керек. Бір адам стульчикке отыра алмай қалады. Сендер төртеусіңдер, орындық үшеу көріп тұрсыңдар ма? Отыра алмай қалған адам ойыннан шығады. Сосын бір орындықты алып тастаймыз да 3 адам қалады. 3 адам 2 орындыққа таласады. Солай жалғаса береді. Түсінікті ма? Бір адам бізде жеңімпаз болады. Ал давайте, дайынсыңдар ма? Олай болса кеттік. Мен қазір өлеңді қосам. Айналамыз. Орындықты айналып билейміз. Мен қазір стопқа қойған кезде отырып қаласыңдар, жақсы ма? Билеңдер. Қарамаймыз. Раяна атылып қалды, бірінші София келді. Бізде Раяна бірінші раундтан шығып қалды. Енді бір орындықты азайтамыз. Бізде 2 орындық қалды. 2 орындық және 3 қыз қалды, Сара, София және Рауза. Кеттік бәрі қарай, дайынсыңдар ма? Билейміз қыздар. Вау, билейміз, давайте. Қарамаймыз телевизорге. София тұрып қалды. Біздің қонақ қыздарымыз екеуі де тұрып қалды ғой. Бір стульчикті аламыз. Сара мен Рауза финалда қалды. Бір стульчикті алып тастаймыз. Аха. Дайынсыңдар ма қыздар? Кеттік, ал ысыра қой. Аха, София. Ал кеттік. Билейміз, Рауза. Қыздар міне тамашалап отыр. Кім болды бірінші? Кім мінді? Бірінші Рауза отырды, Бізде демек Рауза жеңімпаз. Өз туған күнде өз өтті бірінші раундта. Ал Рауза қайтатын аласын таңдап ала ғой. Бірінші жеңімпаз бізде Рауза. Вау, күшті. Өзінің тәттісін таңдады. Раузаны құттықтаймыз.
мына ұтқан вкусняшкалерінің барлығын бірге ортаға қойып, барлығы бірге бөлісіп жейтін болады, иә, қыздар? Келісесіздер ма? Қалай ойын ұнады ма сендерге? Бүгінгі Сара Раузаның 4 жасы қалай екен? Рауза саған 4 жасы ұнады ма? Кеше Раузаны 12-де тортпен құттықтадық, иә? Күшті подаркілер алды, бүгін игровойға барды, күшті тамақтар жеді, иә, кафеден? Енді келіп, міне үйге достары келіп, олармен ойын ойнап жатыр. Қазір осы вкусняшкілерін жеп, сосын ұйықтайтын боламыз. Рауза қалай 4 жасың ұнады ма өзіңе? Аха, достарыңа сау бол деп айта ғой. Сау бол.